Пин-кодты тауып, комментке бірінші болып жазған адамға тегін пиар. Спидиди-уаппапа. Иә достар, бүгінгі видеода мен сендерге Спидидің арнасына тіркелуді және де жандағы қоңыраушаға басуды ұсынамын. Себебі сендер бұл арнадан өте кереметтей қызықты видеоларды көре аласыңдар. Бұл баланың арнасына барлығымыз тіркеліп, осы баланы қолдап кетейік. Осы баланың арнасына тіркелеміз, сілтемесі төменде. Йоу, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Клэйфи арнасы. Және де бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің басымнан өткен өмірлік оқиғам жайлы айтып беретін боламын. Енді өмірлік оқиға менің қалай бассейнге батып кеткенім жайлы. Енді кликбейт үшін ренжімейміз, өзіміздің видеомызды бастай береміз. Кеттік! Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, ақ шүкір ғажап қой. Йоу, мінеки балдар, енді біз өзіміздің кереметтей ойынымызға да келіп жеттік. Және де кеше түнде менің арнамда 1000 көрермен болды. Сендерге үлкен рахметімді айтамын. Енді алдағы уақытта басты мақсат сообщество қосу. Иә балдар, солай көсе осы видеоға барлықтарымызды максимальны лайктарымызды басып, менің арнама тіркеліп кетеміз. Енді бүгінгі видеода мен сендерге мен қалай бассейнге батып кеткенім жайлы айтатын боламын. Ендеше көп созбай бастай берейін. Иә, енді балдар, ол жазғы демалыс болатын, қателеспесем 1 июнь немесе 1 июль. Сол кезде менің әпшемнің туған күні болатын, және де біз барлығымыз, енді ол әпшем ауылда тұратын еді. Біз сол әпшемнің туған күнін тойлауға ауылға барған болатынбыз. Және де әпшемнің туған күнін бассейнде атап өткен болатынбыз. Және де ол жерде 2 бассейн болды. Енді мен Ленгір қаласындағы бассейнде батып кеткен болатын. Және де ол кезде барлығымыз тапчанға отырып, заказ беріп, үйтіп-сөйтіп тамақ ішіп отқан едік. Және де мен үлкен бассейнде, бірақ та суы аз болды. Сол бассейнде шомылып жүрдім, бірақ та ол бассейнде мен батып кетпедім. Бағана айтып кеткенімде, ол жерде 2 бассейн болды балдар. Және де ол жердің суы өте лас. Иә балдар, өте лас, жап-жасыл су деп айтсақ та болады. Және де оның ішінде бір қап-қара бір заттар жыбырлап жүрді деп айтсақ та болады. Бірақ та ол кезде кішкентаймыз, қателеспесем, ол кезде мен жасым 7-де ма сондай еді балдар. Иә, сол кезде дейтін барлығымыз шомылып, сөйтіп жүрдік. Және де бір кезде балдар менің анау бассейннен шаршап, өйткені ол бассейнде таракан сияқты бір заттар болды. Енді түсіп кетеді ғой да, жерде жүрген таракандар, солардан қорқып, 2-ші бассейнге кетіп қалдым балдар. Ол бассейннің қателеспесем биіктігі 2 метр ма, 1,70 сантиметр ма сондай балдар. Енді менің өзімнің есептеуімше, ол кезде менің бойым 1,30 ба, 35 ба сантиметр болды балдар. Бірақ та нақтысын айта алмаймын, или же 1,25 или 1,30. Сол кезде балдар, ол бассейнде нормально жүзіп жүрдім. Мына жағындай, астыға қарай түсіп кете береді ғой, сондай бассейндер болады ғой. Вот, ол сондай бассейн болды балдар. Және де мен сол бассейнде шомылып жүрген кезде, оның ішінде адамдар көп болатын. Және де мен сол терең жағына кетіп қалып, батып кеттім балдар. Ана су кір вообще, жап-жасыл су. И, адамдар деп қуып атырым балдар, аузыма су кіріп жұтып кәдімгідей оны. Блин. Және де балдар, адамдар мені вообще байқаған жоқ. Және де олар доп ойнап жүрді ма, сондай болды. Және де бір кезде менің ағам сол бассейннің жанынан өтіп бара жатты. Және де өтіп бара жатқан кезде біріншісінде мені байқамады. Және де қайтып туалетке кетіп баратқан ғой енді балдар.
Ну, қызы туалетке ма, білмеймін онысын. И сол кезде балдар ағам қайтып бері қарай келе жатқанда мені көріп қалды да мені құтқарып алды. Және де менің басым қатты ауырып, қанша 2-3 күн ауырған болатын балдар. Енді солай вот, енді аман есен тіріміз балдар. Енді осы өмірлік оқиғам сендерге ұнаса лайктарымызды басамыз. Алдағы уақыттарда көптеген өмірлік оқиғаларымды шығаруға тырысам, егер де сендерге ұнап жатса. Енді балдар сол кездегі, содан кейін бассейнге көп түспедім, қорқып қалдым деп айтсам да болады. Және содан кейін мен жүзуге қатыстым, яғни Қажымұқанға бардым. Енді жүзуді үйренсем батпайым деген ойда болдым балдар. Содан кейін міне нормально жүзіп бастадым, нормально жүзіп үйреніп жүрмін деп айтсам да болады. Енді осы видеоға сендер максимально барлықтарымыз лайктарымызды басып кетеміз. Енді осы видеодағы пин-кодты тапқан адамға мен реально барғоша пиар істеп беремін балдар. Так, енді блин балдар, чоза. Ну окей балдар, осы видео сендерге ұнаса лайктарымызды басып, менің арнаматыры келіп отырамыз. Амандықта, саулықта жүздескенше. Давайте балдар.